Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер және дәріс тыңдаушылар. Біз дәрісімізді ары қарата жалғастырамыз. Алдыңғы видеоматериалда біз сіздермен жалпы дәрістің тақырыбы, дәрістің жоспары, одан бөлек инженерлік геодезияның негізгі міндеттеріне тоқталдық. Кейін құрылыс өндірісін неден тұратындығын, оның ішінде геодезиялық жұмыстар құрылыс барысында қандай кезеңдерден тұратындығына тоқталдық. Яғни 3 кезең: құрылысқа дейін, құрылыс барысында және құрылыстан кейін жүргізілетін жұмыстар. Ең біріншісі құрылысқа дейінгі жұмыстарға тоқталып, оның ішінде инженерлік геодезиялық жалпы инженерлік іздестірулер, одан бөлек оның ішінде нақтылы инженерлік геодезиялық іздестірулер неден тұратындығына сондай-ақ тоқталдық. Ары қарата сіздермен жобалық мәліметтерді дайындау, яғни сызбалар дайындауға келіп тоқталдық. Бұл тұста айтатынымыз, қазіргі таңда кәсіби деңгейдегі сызбалар мен макеттерді жасау бүгінгі таңда өте қолжетімді. Ол бізде автокад деп аталынатын автоматтандырылған жобалау жүйесі арқылы қолжетімді болып табылады. Бұл бізде 3 өлшемді компьютерлік модельдеу бағдарламалық жасақтамасы. Ол ғимараттарды жобалауға, өндірісті жоспарлауға, азаматтық инфрақұрылым мен құрылысқа арналған таптырмас құрал болып табылады. Қазіргі таңда оның функционалдылығы бойынша салыстыратын болсақ, оған тең келетін аналогтар іс жүзінде жоқ болып табылады. Келесі слайдта сіздерге автокад бағдарламасының интерфейсі көрсетілген. Сондай-ақ бұл жерде бұл автокад бағдарламасы бізде геодезияға бағытталған, мамандырылған бағдарлама емес, ол көптеген саланы қамтитын бағдарлама болып табылады. Ал оны геодезияда қолдану үшін бізде қосымша жасақтамалар орналастырылады. Оларға мысалы ретінде менюгео, дорога, маркшейдер деген сияқты қосалқы, сивил сияқты қосымша жасақтамаларды жатқызуға болады. Сіздерге мысалы ретінде оның ішінде менюгео көрсетілген. Яғни бұл жерде біз геодезияға қажетті көптеген жұмыстарды автоматты түрде орындай алатындығымыз көрсетілген. Келесі сіздерге, яғни осы автокад бағдарламасында құрылған іргетас планы көрсетілген. Кейін жалпылама айтатын дүние, қазіргі таңда толығымен құрылысқа керекті жобалау мәліметтері толығымен автокад бағдарламасында орындалады. Бұл бізде еңбек өнімділігін және уақытты үнемдеуге көп мүмкіндік береді. Кешірім өтінемін. Келесі бізде жұмыстар, бұл құрылыс барысында шешілетін мәселелер. Олар бізде бөлу жұмыстары. Бөлу жұмыстарына бізде жергілікті жерде геодезиялық бөлу негізін құру, ғимараттардың негізгі осьтерін болмысқа шығару және бөлшектік бөлу жатады. Одан кейін конструктивті өте маңызды дүние, бұл конструкциялар мен технологиялар құрылғыларды монтаждау кезіндегі геодезиялық салыстырып тексеру. Яғни бөлу жұмыстары дегеніміз, біз білеміз, геодезияның негізгі екі міндеттерінің бірі бұл бізде жергілікті жердегі ақпаратты картаға түсіру, екіншісі жобадағы мәліметтерді жергілікті жерде көрсету, яғни оны кейбір жағдайда болмысқа шығару немесе кейбір жағдайда бөлу жұмыстары деп атайды. Бөлу, және де кез келген геодезиялық жұмысты жасау үшін бізге міндетті түрде координаталары белгілі 1-2 немесе одан да көп нүкте қажет. Бұны біз әдетте түсіріс негізі немесе бөлу негізі деп атаймыз. Ары қарата ғимараттың негізгі осьтерін болмысқа шығару, ол дегеніміз ғимаратты сипаттайтын негізгі
элементтер, яғни олар қабырғалар болуы мүмкін, иә, іргетас болуы мүмкін. Сол элементтердің негізгі конструкцияларын, яғни сұлбасын жергілікті жерде көрсету. Одан кейін бөлшектік бөлу, яғни ол маңызы алдыңғы негізгі осьтерден қарағанда маңыздылығы төмендеу осьтерді болмысқа шығару, қабырғалардың орнын көрсету, есіктердің орнын көрсету, терезені көрсету сияқты жұмыстарды жатқызамыз. Ал салыстырып тексеру жұмыстарына бұған біз құрылыс элементтері, яғни қандай да бір плита болсын, қабырға дайын әкелінген, өндірістен дайын әкелінген конструкциялардың сол стандартқа сайлығын тексеру, өлшемдерінің нақтылы құжатқа сәйкес болуын қадағалау осы геодезистің құрылыс барысындағы екінші міндеті болып табылады. Жаңа бөлу жұмыстарын айтып кеттік, яғни ол бізде қағаз жүзіндегі ақпаратты нақтылы жер бетіне көшіру. Сіздерге келесі слайдта бөлу планы көрсетілген. Бөлу планы бұл жерде бізде негізгі осьтер көрсетілген. Әдетте негізгі осьтер горизонтально сандар, вертикально әріптер арқылы немесе керісінше болуы мүмкін. Және осы екі осьтің түйіліскен жері әдетте болмысқа шығарылатын нүкте болып табылады. Арғаратта құрылысты бақылаумен, құрылыс нысанын пайдаланудағы сенімділікті қамтамасыз етумен байланысты жұмыстарды келесі видеоматериалда жалғастыратын боламыз. Ал осы видеоматериалымызды осымен тәмамдаймыз. Келесі видеоматериалда жүздескенше сау болыңыздар.